Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы күн райын басталады. Жаңа сөздер: тұман, бұршақ, көктайғақ, моншақ, абайла. Жаңа сөз үйренейік. Кестеге қара, алдыңғы аптаның күн райын болжап айт. Сурет бойынша болжап айтып көрейік. Үлгі: дүйсенбіде күн бұлтты болады. Сейсенбіде күн бұлтты болады, қатты жел соғады. Сәрсенбіде күн бұлтты болады. Бейсенбіде қар жауады. Жұма мен сенбіде күн бұлтты, жаңбыр жаумайды. Жексенбіде күн ашық болады. Орысша нұсқасы: оқы. Метеорологтердің күн райы жайлы болжамдарын түсініп оқы. Бірқатар өңірлерде жауын жауып тұман түседі. Бұл күні жолға шығу қауіпті. Аздап жел соғып, артынан боранға ұласады. Күн райы бұлттанып, жаңбыр жауады. Солтүстік өңірде көктайғақ болып, жел күшейеді. Күн райы жауын-шашынсыз ашық болады. Кей жерлерде жел күшейіп, бұршақ жауады. Орысша нұсқасы: ізденейік. 5-ші тапсырма: ғаламтордан алдағы аптаның күн райы болжамын қара. Телефонмен туыстарыңа хабарлама жаз. Үлгі: туыстар, көршілер, достар. Ертең күн райы қатты суық болады. Жылы киініңіздер. Синоптиктердің айтуынша, сынап бағанасы таңертең -20 градусты көрсетеді. Ал кешке -18 градусты көрсетеді. Баршаңызға сәтті күн тілеймін. Ойнайық. 6-шы тапсырма: топқа бірігіңдер, заттарды жұмбақтап түсіндіріңдер. Яғни оқушылар экрандағы қандай, не деген сұрақтарға жауап беретіндей етіп, жұмбақ жасыруымыз қажет. Мысалы, көк, қызыл, жылы киім ол не? Әртүрлі түсте болады. Жылы киім ол күртеше. Жылтыр, тайғанақ, қатты жер ол не? Яғни ол мұз. Қара, сұр, жылы киім ол не? Құлақшын. Көк, тоқылған, жылы киім ол не? Қолғап. Жасыл, тоқылған, ұзын ол не? Ол бөкебай. Тапсырманың орысша нұсқасы экранда. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.